өткенде Ислам Қари деген жігітті мынау Сайрамдағы Ибраһим ата мешітінің имамы, сол айтқан еді, эмоциямен кіріп жатыр қазір жастар дейді да, эмоциямен шығып кетіп жатыр. Жаңа интернет деп қалдыңыз ғой, осы сіздің кетіңіздегі интернет десе болатын шығар, біздің кезіміздегі интернет 8 дейміз, 8, біз сонымен кіретінбіз. Оған байланысу 1 минут 2 минут уақыт алады. Сосын мына бір парақшаны ашамыз ғой, жүктеп алсаң қуанасың. Сен интернетте отырасың ғой, біреу үйге жаңағы телефон шалып қалса, звондап қалса, интернетің үзіліп кетеді. Сондай интернет, сондай заманда өмір сүрдік. Біз ол кезде Windows 95 қолдандық, 98, кейін Millennium шықты, XP шыққан уақытта мен өз басым қуанғам. Жарайды, бұл интернет мәселесі ғой, интернет шықты. Осы жерде екеуіңізге сұрақ. Салт дәстүр деп атсыз, уланудың жол туралы айтып жатырмыз. Осы радикал, діни радикалдар айтатын ең негізгі сөзі, мен бірінші мұсылманмын, одан кейін барып қазақпын немесе өзбекпін дейді. Осы сөз дұрыс па негізі? Енді әлеуметтік желіде тренд дейміз ғой. Кәдімгі трендтердің ішінде, мысалы радикалды ағымдардың ішінде осы мәселе көп көтеріледі. Сен мұсылмансың ба, қазақсың ба? Әлде қазақсың ба, мұсылмансың ба? деп айтады ғой. Енді бұл жауабы оңай негізі. Енді қараңыз, мен Қазақстанда туылдым, мен қазақ болып туылдым, дұрыс па бірінші? Мен бірінші, мен қазақ ұлтын мен таңдаған жоқпын ғой. Құдай маған осы аймақта, осы аумақта туылуды нәсіп қылды. Мен туылған кезде менің паспортыма, менің метрикама, туу туралы куәлігіме мен жазбайды, мысалы, Айбек мұсылман деп жазбайды бірінші. Ондай жоқ, ондай графа жоқ. Ең бірінші не жазады? Қазақ деп жазады, дұрыс па? Сол үшін ұлтты адам таңдай алмайды. Ол қандай шарт болса болсын, мен қазір тұрып көшіп кетейін Европаға. Мен ол жерге барған кезде мен испанецпін деп айта алмаймын ғой, тілін білемін деп. Мен қай жерге барсам да, мен ғарышқа ұшсам да, ұшып баратқан кезімде мен тіркейді, бұл қазақ деп. Мысалы біз Талғат Мұсабай деген солай өзіміздің ғарышкер ағаларымыз ұшқан кезде кім болып ұшты? Қазақ болып ұшты ғой. Сол сияқты ең бірінші адам кез келген бір ұлт туылған кезде ұлт өкілі өзінің ұлтымен туылады. Ол Құдайдың бізге берген, былайша айтқан кезде нығметі. Өйткені Құранда айтылады ғой, бір-бірлеріңді тану үшін сендерді ұлтқа бөлдім деп. Енді дін мәселесіне келетін болсақ, бірінші сен қазақсың, өйткені сен таңдаған жоқсың, сенің ұлтың сол. Бірінші қазақсың сен. Ал енді одан кейін сен діни сенімің қай бағытта болады? Соған байланысты сен өзіңнің дініңді таңдауға құқың бар. Ол зайырлы мемлекетте өмір сүреміз. Дін таңдасаң таңда, таңдамасаң таңдама. Саған ешкім оны зорлап тұрып, басыңа қару тақап тұрып, таяу шығыстағы мемлекеттер сияқты немесе оңтүстік шығыс Азия мемлекетіндегі сияқты осындай діни сенімді күштеп енгізу жоқ қой бізде. Сол үшін бірінші ұлт қазақсың. Содан кейін егер исламдық сенімді сен өзің жүрегіңмен айтып, тіліңмен айтып, бізде Ханафи мазхабы айтады ғой, тілмен айту, жүрекпен қайталау деп, сену тасдиқ деп айтамыз ғой. Содан кейін тасдиқун бил қалби, тақрирун бил лисани деп айтамыз ғой. Енді сол соның айтқаннан кейін сен әрмен қарай сен уже мұсылман болып өміріңді жалғастырасың. Бірінші қазақсың, сосын сен мұсылмансың. Ал енді кейбіреулер осындай мәселелерде дау туғызып жатады. Бұл элементарный мәселе, сен қазақсың ба, мұсылмансың ба дейді. Дау туғызатын негізі мәселе емес, жауабы оңай. Ақылмен шешетін болсаң, осылай жауабы негізі.